Атамұра хабары. Азан радиосы әуе толқынында. Армысыздар, Азан радиосында Атамұра ақпараттық танымдық бағдарламасы, студияда журналист Жансая Бақтығалиқызы. Бүгінгі тақырыбымыздың арқауы ғасырлар бойы дана қазақ халқымыздың қасиетті деп ерекше мән берген кіндік туралы болмақ. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Иманғали мешіті жанындағы әжелер мектебінің, қажылар қауымдастығының және Елсана руханият патриоттық қауымдастығы иман нұры бөлімінің төрайымы Жұмагүл Насиқызы. Студиямызға қош келдіңіз, апай. Бүгінде медицина кіндік пен адамның арасында көзге көрінбейтін нәзік байланыс бар екенін анықтады. Десе де ата-бабаларымыз бұл байланысты ертеден ақ білгенді. Қазақ ана мен бала кіндігіне суық тигізіп алмауына аса назар аударды. Себебі оның адам ағзасындағы аса маңызды бөлшек екенін білді. Осы орайда Жұмагүл Насиқызы жалпы кіндік қан, тамған жер дейміз, кіндік бау, кіндік шеше деп айтып жатамыз. Осы ұғымдардың астарына үңілейікші. Кіндік деп аталуының себебі не? Кіндіктің қадір қасиеті, киесі қандай? Ассалаумағалейкум. Бүгін енді Азан радиосының тыңдаушылары және бүгінгі қонаққа шақырып отырған Жансая ханым, рахмет. Кіндік деген тақырып ол енді үлкен біздің қазақи салт дәстүрімізде де, шариғатта да, медицинада да үлкен банағы мәні бар тақырыптың бірін алып отырсыз. Бұл енді бір кітапқа жүк болатындай үлкен тақырып. Енді кіндік дегеніміз ол негізі жаңағы біз жерді айтын болсақ, ол бір тұрақты жерден орын ауыстыратын жер. Бір мысалы тұрақты жерді, мысалы бір тұрақты жерде тұрады адамдар. Сол адам сол жерге тұрақталып қалады. Содан кейін ол өзінің сол кіндігім деп есептейді жерді. Яғни өзінің дүниеге келген жерінде, ол сол жерде, сол жаңа адамның бірінші бір адам тұрақталып қалады, көшіп барып, мысалға, сол көшіп барған жерде, сол жерде банағы дүнияға сәби келетін болса, сол жер оның кіндік қаны тамған жер болып саналады. Сол менің кіндік қаным тамған жер, сол туған жерім деп, сол өзі солай есептелінеді. Ал енді кіндік негізі жаңағы бір үйдің діңгегі сияқты. Ол сәбимен тікелей байланысты. Себебі ана мен баланың банағы 9 ай баланы көтереді 9 күн. Сол кезде баланы ол кіндік арқылы тамақтандырады. Кіндік арқылы ол бана бүкіл жаңағы өзінің жай күйін береді. Кіндік арқылы ол жаңағы банағы баланың өсіп өнуіне сол тікелей қорегін беріп, тікелей байланыста болады. Енді содан кейін ол жаңа 9 ай 9 күннен кейін ол жаңа жарық дүниеға шығып, кіндігі кесіліп, ол кіндік байланып, банағы 9 ай бойына банағы кіндікпен ол қоректеніп тұрған жаңағы бүкіл тіршілікті жаңа өсіп өніп отырған бала дүнияға шыққаннан кейін кіндігі байланып, кіндігі ол жаңағы түсіп, сол кіндік түскеннен кейін ол оған дейін ауа жұтып тұрды ғой, ол жермен кіндігімен шешесі арқылы бала өсті ғой. Сол кезде енді ана кіндік, кішкентай кіндікті жаңағы ер бала болса табалдырықтың астына, сол үйдің егесі болсын деп, қыз бала болса жыраққа көметін болған. Себебі қызымыз банағы өзінің жарын тапсын, өрісі кеңісін, сол жақта жаңа өсіп өнсін деген мағынада кіндікке сондай мән берілген. Ошақ басына да көміп жатады, иә? Ошақ басына көміп жатады, бірақ ошақ басына негізі балалардың жататын ұясы болады. Сол, мысалға, қыз баланыкін ошақ басына көмеді, қыз баланыкін ұяны. Себебі ол сол жаңағы ошақ басының иесі, сол ошақтың иесі деп есептелінеді. Де сондықтан оны қыз баланы сол ошақтың басына көметін болған. Ол кіндікке қатысы жоқ. Ол кіндік деген ол қыз баланың жолдасын айтып отырмын. Баланың жолдасын айтып отырмын. Ол ошақ басына көміледі. Ал енді қызда ол кіндік ол ошақ басына көмілмейді. Ол банағы үйден жырақ көмілу керек. Себебі ол сол жақтың ауасымен жаңа табиғатқа байланысты, сол жақтың жаңағы мысалға адам табиғатпен байланысты ғой. Ана арқылы келіп тұрған ауа, енді ол басқа үйге барған кезде сол жақтың ауасы, сол жақтың ауа райы, үйінің ауа райы, жаңа сол рухани ауа райы, соның барлығына банағы қыз бала сол жақтан нәр алады, өсет, өнет, көбейет деген ұғыммен солай жырақта көмілетін болған. Ал ер баланыкін табалдырықтың астына сол үйдің иесі, ертеңгі күні осы шаңырағымның иесі деп көметін болған. Енді жаңағы ол Алла берген қасиет, мысалға қазір мысалға дәрігерлерді мойындап отыр, жаңағы кіндік арқылы мысалға адамдар анасының ішінде ауа жұтса, шыққаннан кейін де ол біздің әрбір адамның кіндігі арқылы мысалға кіндігі түйіліп
ауырады. Мысалы кіндіктің айналасы толған нерв. Сол нерв арқылы соны дәрігерлер оң бағытта банағы іші бала жылайды ғой, кішкентай балдар. Сол кезде ішін сипап, оңға қарай сипап, сағат тілімен сипап, банағы нервісін тынышталдырып, нерв талшықтарын, соны банағы баланы тынышталдыратын болған. Ал және онымен қоймай, ол жаңа тек қана тынышталдырып қоймайды, оның санасына, сезім нервтеріне, барлығына да сол жаңағы шоғырланған кіндіктің айналасына әсер етіп, тынышталдырып, банағы арғарай балаға жағдай жасайды. Баланың банағы байланысы, банағы тек қана сол кіндіктің үзілуі арқылы, кесілуі арқылы үзіледі. Сонда жаңағы сол жерде қан тамады, баланың өзінің қамы танады сол кезде. Сол кіндік қаны деп есептелінеді. Сол кіндік қаны тамған деп, кіндік қаны тамған жер, кіндік қаны тамған жаңағы орын деп солай айтылған. Енді Жұмагүл Насиқызы, жалпы қазақ халқымыз енді кіндікті өте ерекше манағыдай қасиетті деп, киелі деп, оны және әсіресе қыздарымыздың кіндігін әрқашан жабық жүруіне аса мән берген. Енді қазіргі таңда жалпы қоғамнан көріп жүрміз, қысқа жиде киеді, біреуі кіндігін сән үшін ашады, біреуі банағыдай жетпейтін киімді киген кезде енді ашылып қалып жатады деген сияқты. Осыған қыздарымыз бүгінгі күнде аса мән бермей жүр. Қыздарымыз дейік, аналарымыздың өзі соны қадағаламайтын секілді көрінеді маған. Енді осы жөнінде айтып өтсеңіз, жалпы кіндікті ашып жүруге болмайтындығы жөнінде қыздарымызға қандай кеңес бересіз? Енді бұл жерде өте орынды сұрақ қойып тұрсыз. Себебі қазіргі қоғамда батысқа еліктеу деген бар ғой біздің қоғамда. Сол еліктеуден туындап отырған нәрсе бұл негізі. Ал қазақ қызы еш уақытта кіндігін ашпаған. Ол кіндік жаңағы айтып отырмын ғой, бұның нерв талшықтары кіндіктің айналасында орналасқаннан кейін ол жерге салқын тисе, ана кішкентай балалардың өзінде іштері қатып отырады, балалар шырылдап жылайды. Сол кезде жаңа медицинаның өзі жаңа сағат тілімен сипап нервтерін тынышталдырып балаға жағдай жасап жатады ғой. Ал енді өскеннен кейін оны ашып қоюдың өзі ол салқын тиеді біріншіден кіндікке, екіншіден салқын тигеннен кейін ол нерв мүшелеріне зақым келеді. Оның санасында да өзгеріс басталады, сезімдерінде өзгеріс басталады. Мысалға ер адам көретін болса, ол ер адамның дәретін бұзады. Себебі дәрет бұзылғаннан кейін ол адам жаңағы неше түрлі ойға кетуі мүмкін, біреулерге ой салуы мүмкін, жаңағы ер адамға жаман ойларды. Сол кезде ол күнәға апарады шариғатта. Сондықтан бұл жерде енді негізі бірінші денсаулық үшін, өзінің қара басы денсаулық үшін оны қымтап жауып, ол жерде жылыстау керек қыз бала. Себебі ол өзінің ауа жұтатын бір ауыз болса, екінші ауа жұтатын жер сол кіндік. Жауап түрлі ауру сырқаудан да сақтаудың ол бүкіл нерв талшықтары арқылы болашақ ана ретінде бірінші денсаулығы. Себебі адам денсаулығы болмаса, ол ана болып та бола алмауы да мүмкін. Себебі денсаулығы жаңағы салқын тиіп, ауырып, неше түрлі жаңағы өзінің жағдайы болмай тұрғанда, ол дені дұрыс сау баланы дүнияға әкелуі неғайбыл. Сондықтан бірінші ол өзінің саулығы үшін қара басының, екінші жаңағы ана бақытын, жар бақытын көріп, рақат өмір сүру үшін, үшінші жаңағы өзін қоғамда өзінің дәрежесі өседі. Дені сау қыз еді, енді бір әулеттің келіні болды, одан кейін ол ана болды, одан кейін ол сол әулетке дана болды. Сондай өзінің өмір статустарының өсу үшін соған ол ойлана, ең бастысы өзін қорғау керек. Керемет, жақсы айттыңыз. Ал енді бәрін айтты дейді. Кіндік шеше деген керемет бір ұғымымыз бар, Ал осы кіндік шеше деген кім? Кіндік шешеге кімді таңдаған дұрыс? Жалпы кіндік шешеге ағайын туысты ма, әлде дос жаран, құрбы құрдастарды атай берсек бола ма? Қалай болады? Бұл енді. Себебі қазір бұрындары біздің енді тарихымыздан белгілі, ата бабамыз ағайындарды, туыстарды бір-біріне алшақтап кетпесін деген бір игі ниетпен бір-бірінің баласын бір-біріне банадай кіндік шеше бол деп қолқа салып, бір-бірінің баласын банадай кіндігін кестіріп ырымдап жатқан, ағайын бір-бірінің баласына қамқор болсын, қамқор ана болсын деп, бір-біріне әрқашан жәрдемші болсын, көмектессін деген ниетте жасаған екен. Ал бүгінгі таңда енді бірі әріптесіне, бірі құрбысына жолдап жатады. Сол жөнінде нақтырақ айтып өтсеңіз. Бұл енді керемет сұрақ, өте актуалды сұрақ. Қазіргі жағдайда әлеуметтік жаңағы қоғамдағы ең бір өзекті сұрақ десем де болады. Себебі осыған дейін біздің ата бабамызда бір мысал айтып кетейін. Менің әжем жаңағы өмірінде бірақ адамға кіндік шеше болған. Содан әжем дүзге келіп қайтты, жаңа Зейнеп Кеңесқызы деген. Ол бала дүниеден өтіп кеткен. Содан кейін шешкен, мен ешкімге кіндік шеше болмаймын деп.
Содан сөйтіп жұрттар қолқа салса да ешкімге кіндік шеше, мен жаңағы қолым ауыр, мен банағы ол баланы қорғай алмадым деп, қамқор бола алмадым деп, жаңағы өзі іштей өзіне шешім қабылдап ешкімге кіндік шеше болмай қойған. Содан енді 80-ші жылдары ол кездері көрші бір жаңағы ерлі зайыпты жаңағы семья болатын отбасы. Солардың бір күні сабақтан келіп жатсам, ағай әжемді алып бара жатыр екен үйіне қарай. Содан енді не болған түсініксіз, енді бана тездетіп жаңағы алып бара жатыр дедектетіп. Содан келгеннен кейін не болып қалды десек, жаңағы көрші апай жаңа жеңілденген екен. Содан ұл туған. Содан енді жаңа доктор келіп болмайды ол кезде. Жаңағы содан мамама бана сіз енді кіндігін кесіңіз деп. Енді барса жаңағы бәрін дайындап қойған жаңағы азаматы. Содан жаңағы мә деп бана енді амал жоқ қой, енді бала шығып қалған. Әйел мен баланың арасында біршама жер бар. Содан жаңағы айтады, сен мына баланы қозғадың ба, әлде әйелді қозғадың ба? Қайсысын қозғадың деп. Енді жаңағы кіндік созылып жатыр. Содан жаңағы кіндікті кесіп, содан жаңағы кіндікті байлайды ғой. Байлап, содан сол балаға кіндік шеше болады. Енді сол мына өмірінің соңына дейін сол анам сол балаға жаңағы қамқор болды, көрші балаға. Сол енді кіндік шеше болған кезде баяғыда мамам енді мен әжем жаңа өрмек тоқитын, киіз басатын, қол өнер шебері еді. Біз енді қол өнер шеберінің отбасынанбыз. Содан жаңағы өзінің алашасын алып, арнап, жаңағы қасына жаңағы сіңтісін алып, табағына етін салып, қалжасын сөйтіп жаңағы сый сияпатымен бана кіндік шешелік банағы рәсімдерін жасады. Сол кезде оны бала болсам да көзім көрді. Енді біз бала болып барған жоқпыз, ол үлкен кісілер барды, бірақ та үйден солардың бәрі табақ болып дайындалып, сол бір алаша сол балаға арналып апарылды. Ол баланың аты Қорған еді. Қорған болсын деген көптен банағы жаңа бір бала туады, одан кейін қыз келе береді, содан кейін жаңағы әкесі жаңағы мына жалғыз ұлға жаңағы Қорған болсын деп жаңағы атасы Қорған деп қояды. Сол екі ұл өзі арасында қыздар бар. Сол көп жылдан кейін сол жаңағы Қорған дүниеге келеді. Сол Қорғанға менің әжемді сөйтіп жаңағы әкесі кіндік шеше қылған, кәдімгі шынымен барып үйде ошақтың басында үйдің ішінде босанып қалған балаға кіндік шеше болды. Енді сөйтіп жаңағы кіндік шеше ол кезде мысалға өзі таңдайды. Қазіргідей мысалға алтын, күміс, бриллиант, жаңа құндыз бөрік я болмаса жаңа шапан берілмейді. Ол кезде кіндік шеше оның еркі бар. Ол жаңағы мен мысалы мал сұрай ма, не сұрайды, соны жаңағы өзі сұрайды. Ол кезде сондай жаңағы ол кіндік шешенің сондай құқы болған. Сол жаңағы қазір енді ауысып кетіп жатыр. Негізгі қазақта кіндік шешеге өздері сіз не қалайсыз деп сұрап, содан кейін соны беретін болған. Ал енді сол балаға қамқорлық ретінде сол әжем жаңағы сабаққа кетеді, сонда сабақтан тона жақтан күтіп отырады. Жаңағы ол кезде жаңа қазіргідей жаңағы тас жолдар жоқ, жаңағы қиылыс көшелер. Содан жаңағы сабақтан аман есен келді ма деп соны қамқорлап, соған тілегін тілеп, өмірінің соңына дейін сол балаға әлі күнге дейін сол жаңағы баланың өзі жаңағы мені бүйтіп шешем де бұндай қылып мені жақсы көрмеп еді деп жылап жаңағы зираттың басына барып кетеді, зираттап. Сондай қамқор болып еді маған деп. Сондықтан енді кіндік шешенің рөлі өте зор адам өмірінде. Ол тек қана банағы кіндігін кесіп қоймайды. Ол жаңағы қос ана ретінде өз анасы 9 ай 9 күн жаңағы ішінде тамақтап банағы өсіріп алса, Алланың құдіретімен дүнияға келгеннен кейін оған кіндік шеше екінші рухани ана ретінде оның дұрыс қоғамда қалыптасу үшін, бөтен өгде қылық жасап, бұзықтық жасап, бұзылып кетпеу үшін сондай банағы қамқорлық жасалынған. Енді қазіргі жағдайда кіндік шешеге бұрыннан да ауылдағы үлкен адамды жаңағы қаламаған, жас адамды да қаламаған. Сонда ол кіндік шеше негізі жаңа таңдайтын адамдары сөзге шешен, қолынан іскер, еңбекқор, жаңағы адамгершілігі мол, елге сыйлы, алдартын білетін, жаңа қайырымдылық жасайтын, сондай жомарт, жаны да жомарт, қолы да жомарт, сондай рухани бай адамды, сондай адамды таңдап, себебі ол сол баланың өсіп кетуіне, ол кезде қазіргідей мысалға курстар жоқ, әр жерге барып оқытып, мына жерге барып оқытып, баланы дамытатын. Сол кезде мысалға анасы күнделікті баланы бағып қағып отырса, ал рухани анасы оған сырттай қарап отырып, оны бағыттап отыратын болған. Осы бала бір нәрсеге бейім, осылай дамытайық, я болмаса оған банағыдай өзінің қамқорлығын жасап, сол бағыттап отыратын болған. Сондықтан сондай өзі жаңағы сыйлы, кейін ол мысалға шешесі дүниядан өтіп кеткен күннің өзінде де оған, бана үлкен адам болса ол қарай алмауы мүмкін ғой. Жас бала болса оған ақыл жетпеуі мүмкін. О балаға ақыл кеңес беретін. Сондықтан өзі орта жастағы, елге сыйлы, жаңағы бағыт бағдар бере алатын адамды таңдаған.
Бұл кәдімгі бір сақтандыру шарасы сияқты жан-жақты ойланып қарастырылған нәрсе дейсіз ғой кіндік шешені таңдауда. Жалпы керемет айтып өттіңіз. Мана айтып жатырсыз ғой, рухани бай адамды кіндік шеше қылып таңдаған деп. Енді бүгінде осыған бір қарама-қарсылықтар пайда болып жатырған сияқты. Себебі қазіргі таңда кіндік шеше болудың өзі бір аса үлкен қалтаға соғатын шаруа болып кеткен рас. Бұл енді ащы шындық. Ел арасында байқап қалып жатамын. Қазір енді әлеуметтік желі деген де бар. Банадай сол жерде бір-біріне кіндік шешеге таңдар кезде бір-бірінен сұрақ қойып банадай кеңес алып жатады өзара, иә. Сол кездерде бір-біріне айтылып банадай арасында, халық арасында әңгіме ғой енді. Қалтасы бар адамдарды таңдауға тырысып жататыны байқалып қалады. Себебі кіндік шешенің жасайтын жоралғыларын алу үшін оған қазіргі уақытта қыруар қаражат қажеттілігі бар болып тұр. Енді бұны біз өзіміз қолымыздан жасап, қолымыздан бүлдіріп отырмыз ба деп ойлаймын. Себебі кіндік шеше бүгінгі таңда енді баланы банағыдай кіндігін кеспесе де перзент қанадан шығарып алар кезде оған апаратын нәрселердің тізімі күн санап көбейіп бара жатыр. Осы жөнінде не айтасыз? Енді бағанадан бері негізі кіндігін кескен адамды кіндік шеше деп атап жатырмыз. Бірақ бүгінде перзентханадан шығарып үйге әкеліп төрге салған адамды кіндік шеше атап, және оған бірнеше қажеттіліктерімізді мойнына артып қойған сияқтымыз. Осынымыз дұрыс па? Біз осыны қалай жөнге қойсақ болады? Жастарымызға қандай кеңес бересіз? Қазір енді Қазақстанда жақсы негізі жағдай. Оның жағдайы соғып тұрса, көтере алса, оны енді қамқорлайтын болса, тек қана материалдық тұрғыдан ғана жаңағы қарамай, ол енді бір-ақ рет банағы шашылар, ауруханадан шығарып алар, одан кейін банағы 40-нан шығарғанда жаңағы әлгі қазіргі жаңағы сый-сияпаттарын жасар. Ары қарай оның жауапкершілігі, оның балаға деген қамқорлығы, ары қарай да ойлану керек қой ол адам. Дұрыс айтасыз. Осы жерін айтыңызшы. Осы жерде ол жаңағы тек қана мысалға бір сөзбен ақыл кеңес бере алатын адам балаға әсер ететін, өзгеге де әсер ете жүрген адам, ол басқа адамға да әсер етеді. Мен мысалға өзімнің 3 немерем бар. Мен біздің заманымызда советтің үкіметі болды. Ол кезде жаңағы біздің кіндігімізді кім кесіп отырғаны белгісіз, кіндіктер қайда қалғаны белгісіз. Содан кейін мынандай дүлбіріш заман болды. Жаңағы адамдар көп адасты. Қазіргі жағдайда Құдайға шүкір, үкімет мысалға жаңағы қасына жаңағы кіндік шешені жібереді. Кіндік шешені кіріп, банағы жаңағы толғақ қысып жатырғанда қасына қатысып, бірге жаңағы босандырып, банағы шынымен де қамқорлық әйелге көрсетіліп, баланы өзі қолына алып, шынымен кіндігін кесіп, сөйтіп кіндік шеше бола алады. Бірақ енді қазір тілмен партнер деп айтып жатады ғой. Иә. Оның бәрі бірдей кіргізгенмен де бәріне бірдей кіндік кесу мүмкіндігін туғызбай жатады да. Кей кезде енді дәрігерлер өздері кесіп қойып жататын кездер болады. Білмеймін, мен енді жаңағы кіндік шешелерді таңдадым. Бірақ та олар жаңағыдай келе алмады, алыста тұрды. Себебі мен оларды рухани тұрғыдан таңдадым. Мен материалдық тұрғыдан таңдаған жоқпын оларды. Себебі маған балаларым ертең өскен кезде оларға мақтаныш ретінде мен осы кісіден бір ақыл кеңес ала аламау, осындай бір тығырыққа тіреліп қалғанда осы кісі маған жол сілтейді-ау деген адамдарды таңдадым. Бірақ партнерский деп қазір айтады ғой енді орысшалап айтқанда, соған өзім 3 немереме де өзім кірдім. Келініммен бірге жаңағы толғағына қатысып, өзім туғызып, өзім кіндігін кесіп, өзім жаңағы кіндіктердің барлығына да жаңағы жататын орнына да барлығында ол өзім алып қоятын жеріне қойып, сөйтіп істеп, өзім істеп жатырмын. Енді бұл бәрінің не бірдей, мысалға халық біреу істейді, біреу істемейді, біреуге ол керек, біреуге керек емес. Сондықтан бәріне бірдей мысалға сөйтіп істе деп те әркімнің жаңағы өзінің қақы бар. Сондықтан оған айта алмаймын. Мен енді өз қарабасымнан айтатын болсам, мен солай істеймін де істеп жатырмын. Сондықтан оны өзім дұрыс танимын деп ойлаймын. Өзім ойлағасын осылай мен жаңағы емханада мысалға келінімнен сұрайды, енеңіз бе әлде анаңыз ба деп. Енем десе таңғалады жаңағы босандырып жатқан адамдар. Сөйтіп мен енді келінімді өзім босандырып, өз немеремді өзім кіндігін кесіп, бірақ жаңа таңдаған кісілерім соған лайық адамдар. Сондықтан олар да орта жастағы адамдар, елге сыйлы, қадірлі, сөзі өтімді, сондай адамдар. Енді оларға мысалға мен ондай жаңағы шашыл деп айтып жатқан жоқпын ешқайсысына да. Бірақ та жаңағы бір емханадан шығадағы киімін алып беріп жатыр. Сосын анда-санда мысалға екінші немеремде мысалға менің жаңағы кіндік шешесі жаңағы мерекелер болғанда, мысалға жаңа жыл, наурыз, жаңа айт мерекелері болған кезде
туған күні, бірінші немеремде де, екінші немеремде де сол жаңағы сөйтіп сыйлықтарын әкеліп, я болмаса Астанадан мысалға салып жіберіп, сөйтіп жаңағы құттықтап отырады, ұмытпайды, келеді, құттықтайды, о балдар күтеді, менің кіндік шешем келе жатыр деп күтеді. Сондықтан сол ол бүгіннен бастап ол тағы да бір анасының бар екендігін, тағы да бір қамқор адамның бар екендігін бала біледі, сезеді. Бұл жерде енді баланың анасы да баласының кіндік анасына деген құрметін биік болу керек дейсіз ғой, жоғары деңгейде құрметтеу керек дейсіз ғой баласының кіндік анасын. Иә. Бүгінде енді осы кіндік шеше деп жатамыз ғой, бірақ қасында сол кіндік шеше атаған әйелдің ерін кіндік әке деп айтады. Осы дұрыс па? Кіндік әке деп айтылады ма? Егер айтылып жатса, ол кісінің рөлі қандай? Кіндік баланың өміріндегі. Жаңағы дұрыс, негізгі бағыты дұрыс. Бірақ бұл жерде кіндік әке емес, ол өкіл әке болу керек. Себебі кіндік әке деген ол болмайды. Ол кіндікті кесетін шеше. Ер адам ол жерде қатыспайды. Ал өкіл әке деген ол балаға оның жауапкершілігі өте жоғары. Мысалға, бұл неге қайдан шыққан? Бұл біздің жаңағы мысалға кіндік әке де, кіндік шеше де, ол барлықтарда бар, орыстарда да бар. Мысалға, крестная мать деп аталады, крестный отец деп аталады. Олар да бұл өзінің ата-анасынан да бетер жауапкершілікті мойнына артады. Ол адамдар. Олар өлгенше бұл рухани ертеңгі күні Алланың алдында бұлар тек қана жаңағы бұл баланың банағы өсіп кету үшін оны тамақтандырып, киіндіріп, білімін беріп, бағытын сілтегенмен негізгі жолды көрсетуші, негізгі бағытты көрсетуші, тура жолдан тайдырмай соны алып жүруші банағы кіндік шеше. Бана крестная мать деген сол кіндік шеше. Біздің ұлтта ғана емес, бүкіл ұлтта да бар, бұлар болған, болады. Ал енді кіндік әке деген ол өкіл әке. Өкіл әке деген ол әкеден бетер. Енді замандар болады ғой енді. Енді адам өмір болғасын қайғы да болады, қуаныш та болады. Мүмкін дүниядан өтіп кетуі мүмкін әкесі. Сол кезде өкіл әке деген әкенің орнына жүретін адам деп мен өзім солай деп танимын. Себебі ол өзінің ақыл кеңесін бере отыра, сол балаға жауапкершілігін біле отыра, ол баланы жаңағы менің бір өкіл балам бар еді ғой деген жаңағы әйелімнің кіндік шеше болғандағы өкіл балам бар еді ғой деп солай қарағаны дұрыс деп ойлаймын. Енді ол кіндік әке деп айтылуы негізі ол кіндік әке болмайды, ол өкіл әке болып алады. Себебі кіндікті ол бір-ақ адам кеседі, ол шеше. Рахмет. Өкіл әкенің де балаға еш өтендігі жоқ дейсіз ғой. Енді Жұмагүл Насиқызы, бана өзіңіз бір сөзіңізде айтып өттіңіз, қазақта кіндік шеше ол өзінің, яғни кіндік баласының әулетінен өзінің қалаған нәрсесін, яғни сый ретінде сұрап ала алады деп. Енді бүгінгі таңда жалпы енді әртүрлі жағдайларға байланысты, мысалы кіндік ұлының әке анасы өзі сый құрметін енді өзінің қауқарынша өзінің жағдайына қарап сыйлап жатады, сыйларын. Ал кей жағдайларда банағы кіндік шешеміз сол шаңырақтың банадай бюджетіне қарап дейміз, бір үлкен сыйлардан бас тартып жататын жағдайлар болады. Осы жағдайларда қалай болады? Осы бас тартуға бола ма кіндік анаға? Әлде ол міндетті түрде алыну керек бола ма? Жоқ, бұл жерде кіндік шеше жау емес қой. Ол енді мысалға жаңағы ұялғаннан жаңағы сол кісіні бір ризалайын деген ниетпен жаңағы бүкіл елдің жасап жатырған үрдісі ғой деп ұсынуы мүмкін. Бірақ оның материалдық жағдайы оны көтермей тұрса да, ондай сыйларды жасап жатады кейбір адамдар. Бірақ банағы кіндік шеше ол баламен ары қарай да ол әулетпен енді өмір бойы соған шеше болайын деп отыр ғой. Сонда шеше болып отырып, оны мысалға ондай жаңағы қадамға баруы мысалға оныкі әбестік болады ғой. Мысалға егерде ол біле тұра сөйтіп болса, ал енді мысалға күйлі қуатты адам болса, оны енді мысалға сыйлай алатын болса, егерде ол жаңа мысалға өзі саған мысалға кілем керек пе, білезік керек пе, мал берейік пе, не берейік деп сұраса, сонда мысалға сен не қалауың деп сұраса, оған айта алады. Ал енді жоқ адамға мысалға маған соны тауып бер деп айтуы әбестік деп ойлаймын. Енді ол қазіргі жағдайда оны жаңағы қайта сол баланы дүнияға келгенде сол балаға кіндік шеше бола отыра
оның дәрежесі өсіп жатыр ғой. Ол тағы бір балаға ана болып жатыр ғой. Ол жаңағы даладағы сырттан жаңағы оны қалап, соның жаңағы ол кісіге мәртебесін өсірген елдің сыйлы абыройлы адамы деп оған құрмет көрсетіліп жатыр ғой. Тек қана ол жаңа сол дүнияға бекітіліп қалмау керек қой. Дүния деген ол қолдың кірі. Ал бірақ жаңағы отбасына ауыртпашылық салу ол жан кірленіп қалмай ма? Енді Жұмагүл Насиқызы, әңгімеңізге үлкен рахмет. Тағы осы әңгімеміздің соңында бір халқымызда мына жергіндік деген үлкен ұғым бар ғой. Астарда, мән мағынасы да, маңызы да өте үлкен, түсіне білген адамға. Алланың бізге берген үлкен сыйы біздің жергіндігіміз, яғни осы Байқоңырдағы ғарыш айлағымыз екенін бірі білсе, бірі білмес. Енді осы жергіндік жайында тыңдармандарымызға нақтылап бір түсіндіріп, жақсылап айтып берсеңіз, оның мән маңызы жөнінде, оның қадір қасиеті жөнінде. Енді Аллаға шүкір, сансыз мадақ мақтаулар болсын Аллаға. Себебі біздер ең бақытты елде өмір сүріп жатырмыз. Себебі мысалға адамның өмірінде оның байланысы анасымен 9 ай 9 күн байланыста болса, ол кіндік арқылы байланыста болды. Енді қазір біздің Қазақстан енді мысалға бүкіл 18.000 ғаламның жаңағы жаратушы Алла тағала болса, соған мысалға кіндік арқылы жаңағы байланыстағы біздің қазақ елінің дегі Байқоңырдың бізде орналасуы, бұл үлкен біздің бақытымыз. Өте дұрыс айтасыз. Бұл және жаңа Байқоңырдан ұшқанда неге ол жерден ұшқысы келеді? Себебі жанармайды ол жерден 30 жылға дейін артық алып шыға алады екен. Басқа жаңағы әлемге, ғарышқа. Басқа жердегі енді жаңағы нелер, басқа да бар ғой, жаңағы ұшып жатыр. Өзге ғарыш айлақтарына қарағанда біздің Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшу өте тиімді. Тиімді, себебі 30 килограмм артық затты. Жеңіл екен, жеңіл. Ұшуға оңай. Көптеген қиындықтарды басқа елдер сияқты біздің Байқоңыр ғарыш айлағынан, яғни еңсеріп өтіп кетуге болады. Бізде тікелей жаңағы тікелей байланыс біріншіден ашық, екіншіден жаңағы ана космосқа ұшқан кездегі керек жарақтар бар ғой, соны 30 кило артық затты алып шыға алады. Сондықтан қазақтың үлкен маңдайына біткен бағы. Демек, осы жер кіндігімізді қадірлеп, қастерлеп, оның қасиетіне жете білуіміз керек дейсіз ғой. Енді ол мысалға кіндік дегенде, мысалға біздің жаңағы рухани әлемде тағы да бір банағы, мысалға Александр Македонский жер кіндігін іздеп шыққан ғой. Сонда Аристотель айтқан ғой, жер кіндігін мен саған көрсетем деп жаңағы сырдың бойына келген. Одан бері қарай біздің ата бабаларымыз өткізбей қойған оларды. Көрдіңіз ба? Біздің сөйтіп бабаларымыз жер кіндігін сақтап қалған ғой. Көрдіңіз ба? Қандай керемет. Ол да бір үлкен тарих қой біз үшін. Ол енді мысалы біздің жаңағы сол жер кіндігіне деген, жерімізге деген махаббатымыздан біздің бабаларымыздың біздің болашағымыз үшін алаңдап, осыншама ұлан-байтақ жерді сыйға тартып отыр ғой Алла бізге. Сол кісілердің жігер күш қайратымен Алланың берген сол жаңа ақылдарымен, сол жаңағы келе жатырған жаудың бетін қайтарып, біздің ұлан-байтақ жерімізді қалдырып отыр. Зейнеп Ахметова апамыз айтады ғой, бұған дейін ата бабаларымыз банағыдай ұлдың, әсіресе ұл баланың кіндігін сол осы туған жеріне, өзінің босағасына, жерінің астына, жерге жабыстырып, жер анасына көміп отырған. Сол себептен де біздің, яғни жер анасымен тығыз байланыстырған, өзінің жерінде қалдырған. Сол себептен де бұлар осы ұлан байтақ жерімізді қорғай алатындай күш жігерде, және оған деген бір ерекше махаббат, сезім, сол жерді қорғауға деген бір тылсым күшін сол арқылы алатын секілді деп өзінің мысалдарында, кітаптарында келтіріп өтеді ғой. Енді бүгінгі таңда көпшілігіміз осы отан қорғау мәселесіне келгенде банадай салғырттық танытып қалып жатамыз. Оның бәрін банадай әр ана өзінің баласының кіндігін алып сол босағасына көмбей жатырғандығымен де байланыстырып өтеді бір әңгімелерінде. Оған қарасып енді осы кіндіктің осы босағаға көмілуінің де маңыздылығын бар екендігін аңғарамыз. Рахмет, құрметті Жұмагүл Насиқызы, алтын уақытыңызды бөліп біздің осы студиямызға келіп мәнді әңгімеңізбен бөліскеніңізге бек рахмет айтам. Аман жүріңіз, әрқашан осылай елге берер ақыл кеңестеріңіз, айтарыңыз таусылмасын, әрқашан рухани байып кемелдене түсіңіз деймін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Азан радиосының эфирінде Атамұра ақпараттық танымдық бағдарламасы. Міне, қазақ халқы кіндікті бекерден бекер қасиет тұтпаған, кіндігіне әрқашан мұқият болған. Ал шетелдік ғалымдар кіндіктің
шектің адам денесінің орталығы екенін енді ғана дәлелдеп жатса, қытайлықтар бұл шектің сезімтал екенін ескере отыра, оны мүлдем ашпауға кеңес береді. Қазіргі таңда дәрігерлер кіндік қанды онкогематологиялық, яғни қан ауруы, онкологиялық, гематологиялық ауруларды емдеуге пайдалана бастапты. Ендеше ата-баба аманат еткен салт-дәстүрімізді сақтап, өзіміздің де елдігіміздің де кіндігіне ие болып жүрейік. Аман сау болыңыздар. Азан радиосы қосулы болсын. Бізді ұлт ретінде не біріктіреді? Этностық ерекшелігімізді айшықтайтын құндылықтарымыз қандай? Қолданыстағы әдеп ғұрыптардың мағынасын қаншалықты ұғып жүрміз? Тіл мен дінде, әдебиет пен мәдениетімізде кездесетін ұғымдар туралы көбірек білгіңіз келсе, Атамұра хабарын тыңдауға шақырамыз. Атамұра хабары. Азан радиосы әуе толқынында.